Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Біз өзінің кезекте бейне дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі біздің бейне дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңының 17-ші бабына қатысты. Яғни бұл бапта сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама жөнінде болмақ. Бұл ұлттық баяндама өкілетті органмен дайындалады. Яғни өкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Агенттік бұл баяндаманы дайындау кездерінде жергілікті атқарушы органдардың және орталық атқарушы органдардың мәліметтерін негізге алады. Сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдардың, халықаралық ұйымдардың, халықаралық сарапшылардың мәліметтері негізінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық баяндаманы қалыптастырады. Егер сіз сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық баяндамамен танысқыңыз келсе, онда 3w.қызмет.gov.kz сайтында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат бөлімінен осы біздің дайындалған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық баяндамаларымызбен танысуларыңызға болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.